Енді есебінде қалды 67.700 теңге бірінші, а бізде бірінші поколениені алады. А бізде 10%. Еще бізде 1 балл 410 теңге. Енді қара. Если астында бір керемет директор шықса да, ол 4000 балл жасады дейді, мысалы. 4000 балл жасады. 4000 баллды көбейтеміз 10%-ке. Бұл 4000 балл көбейтеміз 10%. Бұл $400, 400 балл. Енді оны көбейтесің 410-ға. 164.000 теңге. Бірінші поколениені аласың 10%. А оларда 67.000 алып, а бізде 164.000 теңге. Ничего. Көрдің бе, қандай разница большая? Разница большая. А былай айтқан кезде білінбейді, я? Білінбейді. Былай, олар 8%, 10% десең білінбейді. А оларда көрдің бе, сол единиц басқаша болып тұр. 1 балл оларда 210 теңге зарплата болып тұр. Зарплатаға. А бізде 410 теңге болып тұр. Конечно, 2 есе болып тұр ғой бізде практически. 410 и 200 қанша деді? Бізде бірінші поколениеде. Оларда 8%. Сонда оларда 4000 единица жазса, 4000 балл жазса, 67.000 болып тұр бірінші поколениені алып тұр, бірінші директорынан. А бізде 164.000 алып тұр. Ничего себе. 100.000 теңге разница. Вот так что маркетинг планды қараған кезде сондай нәрсеге қатты көңіл аудару керек. Вот біздің Coral Club'тың маркетингі до того енді действительно ұтымды екенін, я вообще осындайда қатты байқайсың. Тағы бір андай 750 балл болса, астында мысалы бізде 750 балл деген директор ғой уже. Оларда 6%. 6%. 6 емес, қазір айтам. Қазір бір секунд. 6%, 750 балл, 6% оларда, 750 балл жазса. Оны көбейтесің мысалы 6%. Бұл 45 единица, да? $45 дейікші біздің андай бойынша. Даже оларда 45 емес, оларда вообще аз болады. Оларда 210 теңге, 50 цент болып тұр ғой, 210 теңге оларда. Көбейтесің 210. Шығады 9450 теңге. А бізде уже 750 балл деген это уже, білесің ба бізде қандай зарплата? Қандай? Бізде көбейтесің 25% уже. $187. Плюс экстра бонус. $237. А көбейтесің оны 410-ға. 97 мың аласың бізде. Олар 9000 теңге алып тұр. Представляешь, қандай разница? 97 мың мен 9000 теңге. 10 есе көп болады ғой бізде. Вот так вот. Еще бізде ол директор аталады уже. Оларда онда директор емес, 6% ол. 46%, я. Вообще офигеть. Вот офигеть деген сөз осы жерде жарасатын сияқты ғой. Действительно, вот чатта сенде қайнап жатады ғой директорлерің. Уже вот мен уже 1 жыл, 2 жыл ана басқа компанияда алған жоқпын тіпті, ана жерде уже бірінші айдан алдым деп 100 мың теңге, 50 мың теңге. Вот разница. Вообще. Енді ер адам, Мұхтар, енді сен конкретно санайсың ғой осы маркетинг.